Тып-тыныш отырды ма сонда? Еш нәрсе істеген жоқ. Руслан мырза, мындай нәрсе бар да қоғамда. Қазір ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін ажырата алмай қалдық шыны керек. Және де дұрыс ағымда жүрген, жаңа 5 уақыт намазын оқып жүрген балаларда, оқушыларда бар. Иә? Бірақ оларға арнайы мектептерге, жаңа медресеге, оларды неге бөлмеске деймін да? Жоқ, анасы біз нақ сұрақ қойдық. Мектепке баруына қарсымын деген жоқ. Орамалмен, хиджабпен кіргізбеді деп. Жоқ, мен бір нәрсе түсінбеймін да. Әр бала құқықты, иә? Мектепке бару, оқу, ал неге сырға тағып жүрген, шаштарын қызылға бояп алғандар неге кіргізеді онда мектепке? Енді қараңыз, неге бөлу керек? Бізде Конституцияда 30-шы бапта жазылған, орта білім міндетті және де ол тегін мемлекеттік органдарда. Бұл жердегі жаңағы барған мектеп бұған басында орамалындап кіргізбеу, бұл баланың құқын шектеп отыр. Өйткені Конституцияда берілген бұл жерде қателік мектептен ғой, ата-анадан емес. Мектеп бала орта білім алу міндетті және тегін. Сондықтан жаңағы мектептің ережесі бойынша баланың құқын шектеп отыр. Және де бізде Конституцияның 39-шы бабында жазылған. Адамның Конституцияда көрсетілген құқықтары тек қана заңмен шектелуі мүмкін. Тілшіміз білім ордасына барған күні Айша Уматулланың мектеп партасына әлі де отырмағанын анықтады. Директор да оқушының келмегенін растады. Алайда мұның заңсыз екенін түсінген педагогтар күні ертең ата-анасынан баланы 1-ші сыныпқа алып келуін талап етеміз деп бізді шығарып салды. Бұл